қыздар, бүгін біз сіздермен хаттама жасайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай ұнымызға кішкене тұзды салып араластырып алғаннан кейін, осылай суды аз-аздан құя отырып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз алғашқысында, одан кейін қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Егерде мөлшердегі ұндарыңыз жетпей жатса, кішкене қосуға болады. Яғни жұмсақ қылып қамыр илеуіміз қажет. Немесе үйде өлшейтін ештеңе болмаса, 2 пиала суға осылай ұнды сала отырып, жақсылап жұмсақтау қылып қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Ол қамырды 2-ге бөлетін боламыз. Қамырларымыздың жақсылап ұюын қандыратын боламыз. Ал енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Өте жұқа етіп жаюымыз қажет. Осындай жұқа қамыры шығу қажет, екеуін де осылай жайып аламыз. Бұны екіншісін жайғанға дейін орап қоямыз. Осылай майымызды ертіп алатын боламыз. Екінші қамырға осылай майымыздың барлығын біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Осылай май құйылған қамырды үстіне бір-біріне қамырларымызды қойып, үстіне бір-бір басып шыққаннан кейін ораймыз. Орап болғаннан кейін осылай ортасынан бір жүргізіп кесіп шығамыз. Одан кейін оны ортасынан тағы да бір бөлікке бөлеміз. Тағы да 3 бөлікке бөліп, яғни 6 қаттама шығаратын боламыз. Міне бізде осындай 6 қамыр дайын болады. Біз оларды морозильникке сала тұратын боламыз. 1 немесе 1,5 сағатқа салып қойсақ болады. Одан кейін морозильниктен алғаннан кейін осылай жаятын боламыз. Қалың емес, жұқа емес, орташа етіп жаямыз. Одан кейін қызып тұрған тапамызда осылай жылжыта отырып, баяу оттап пісіретін боламыз. 2 бетіне аудара отырып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай қатпарлы қаттама дайын болады. Қыздар, менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жібек. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.